Мен Қадыр жағына Дарияның анасы. Тыңдап тұрмын. Сіз осы неге өзіңіздің оқушыларыңызды қадағаламайсыз? Сонымен қойманы үкіметтің айлығын аласыз. Ұялмайсыз ба? Кешіріңіз. Сабақтан тыс уақытта жеткіншекті қадағалау ата-ананың міндеті. Қызыңыз партада отырғаннан, немесе кабинетте сабақ оқығаннан жүкті болып қалған жоқ. Не деп тұрсыз өзіңіз? Не істесеңіз сол. Егер қызыңыз жүкті болса, ана беретін тәрбиені дұрыс бере алмағаныңыз. Сабақта отырған тәртібінен, әдебіне қарап, үйде қандай тәрбие алып жатқанын біз бірден біліп қоямыз. Сіз қызыңызға қандай көңіл бөліп жатырсыз? Қандай тәрбие беріп жатырсыз? Кешіріңіз. Тәрбиесі жаманға жақсы ұстаздан пайда жоқ.